Электронды темекі бұл сұйықтықты қыздыратын және аэрозоль шығаратын құрылғы. Құрамында улы заттар, канцерогендер, ауыр металдар мен қорғасын бар. Никотин тәуелділікті тудырумен қатар, жүрек қан тамырлары, өкпе және онкологиялық аурулардың дамуы қатерін жоғарылатады. Балалардың миларының жұмысына зиянды ықпал етеді. Вейптер ересектерге қарағанда балалар арасында көбірек танымал. Бұл тұтас болашақ ұрпақтың денсаулығына өте үлкен қауіп төндіреді. Қазақстанда соңғы 4 жылда 13 пен 15 жас аралығындағы ұлдар арасында электронды темекіні пайдалану 4 есе, ал қыздар арасында 6 есеге ұлғайған. Темекі өнімдерін, оның ішінде электронды темекі тұтынудың алдын алу, халық денсаулығы және Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 110 бабымен реттеледі. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі ұсынады: темекі шекпеңіз және вейп пайдаланбаңыз. Балаларды никотиннің әсерінен қорғаңыз. Егер сіз темекіні қойғыңыз келсе, білікті мамандар сізге жаман әдеттен арылуға көмектесетін темекіге қарсы кабинеттерге хабарласыңыз.